Қайырлы күн. Бүгін сіздермен мен Айзат Серікбекқызы, экономист, кәсіпкер, мәдениет қайраткері Ербосын Нұрмұханұлымен сұхбат жүргізетін боламын. Тамашалаңыздар. Ербосын Нұрмұханұлы, сіз біріншіден Қытай қазағының 2 миллионға жуық Қытай қазағына қызмет еткен танымал тұлғасыз. Екіде осы әрбір екінші Қытай қазағын сұрайтын болсақ, сіз туралы сұрайтын болсақ, бәрі білем дейді. Осы сіз өзіңіз ең бірінші экономистсіз, кәсіпкерсіз, және де ең бастысы мәдениет қайраткерісіз. Өзіңіз Қытайдағы Нанкай университетінің экономика факультетін бітірдіңіз. Нанкай университеті ол Қытайдағы премьер-министрлардың бітірген кезінде сіздің жылыңызда тіпті Қытай ұлтының өзі өзі қиналып түсетін бір ең беделді университеттердің бірі болатын. Сөйтіп менің енді сұрағыма келетін болсақ, осы сіздің мына экономика саласынан осы қазақ халқына, мәдениетінің жаңғыруына бет бұруыңыздың себебі неде? Жақсы, Айзат, рахмет. Енді бүгінгі көтеріп отырған тақырыбыңда, жалпы маған қойып отырған сұрағыңда өте жақсы. Өйткені мен осы Нанкай университетінің экономика факультетін бітірдім. Мамандығым бойынша экономистпін. Кейін жұмысқа шыққан кезде мен мамандығым бойынша 1-2 жыл жұмыс жасадым. Бірақ өзімнің әуесім бойынша, хоббиім бойынша мен осы ән, күйді, музыканы жақсы көремін. Сондықтан да мен бір мезгіл осы бизнес ұлттық компанияда істедім. Университетті бітіргеннен кейін ұлттық компанияда істеп, 1 жылдан кейін өзімнің жеке магазинімді аштым. Одан кейін бірте-бірте ол өзімнің қызығуым бойынша мен осы аудиокассеталарды сататын, қазақ тіліндегі аудиокассеталарды сататын магазин аштым. Ол магазиннің атын Жаңаөен деп қойдым. Сонда бұл менің экономика саласынан мәдениет саласына ауысуымның себебі, әрине менің ең басты себебі менің қызығушылығым, менің әуесім, ол менің хоббиім. Соған байланысты мен істеп отырған бизнесім негізі импорт-экспорт жұмысы. Біз сол кезде ұлттық компанияда Қазақстанға, Өзбекстанға, Орта Азияға импорт-экспорттың жұмысымен айналысатынбыз. Бірақ менің жеке қызығушылығым менің жұмысымнан бөліп осы мәдениет саласына алып келді. Міне, ең басты себеп менің қызығушылығым әрине. Сол қызығушылық неден туындады? Мүмкін сіздің отбасыңызда біреу әсер еткен шығар. Себебі сіз сияқты мысалға экономисттер, кәсіпкерлер көп, бірақ та көбісі сіз сияқты қазақ ұлтының ұмытылып кеткен дәстүрлерін, ұмытылып кеткен әуендерін қайта жаңғыртам деген ой сізде ғана болды ғой. Сол не үшін шықты, не үшін сіздің қызығушылығыңыз болды? Отбасыңыздан ба? Менің отбасым, әкем ақын, жазушы, сыншы Нұрмұхан Жанұзағұлы. Ол осы Қытай қазақтарында, Қазақстан қазақтарында танымал тұлғалардың біреуі. Енді менің кішкене кезімнен бастап ол кісінің бізге болған әсері өте жоғары. Ән айтады ол кісі, өлең жазады. Ал енді соның бірге менің енді нағашыларымнан да менің шешем. Ол кісі де көптеген осы қазақтың мақал-мәтелдерін барлығын өте жақсы біледі. Менің осы әдебиет саласына қызығуым бірінші әкемнен болса, шешемнен де белгілі көлемде сол бізге жұққан, бізге тараған сондай бір не бар.
бізге былай айтқанда әке шешемізден Тәрбие жаңағы дейсіз ғой. тәрбие Иә, мұра мұра. қалған Дұрыс айтасыз, иә. әуес бар. Енді ол өзімде ең басты нәрсе, әрбір адамның өзінің де бір қызығушылығы болады ғой. Ол енді жаңағы отбасымнан бірге өзімнің кішкене кезімде сол орта мектеп оқып жүргенде ән айттым. Сосын әрбір осы музыкаға қызықтым. Соған байланысты енді әрине ең басты нәрсе біздің қызығушылығымыз біздің отбасымыздан келген. Иә. Сол енді одан кейінгі жаңағы қазақтың әуендерін қайтадан жаңалау деген мақсат қою әрине енді белгілі жұмысты қолға алғаннан кейін оны өз алдыңа мақсат қойып жұмыс жасайсың ғой. Мен сол жұмысқа кірісіп жаңа әуен деп арнаулы менің магазинімнің атын, сол кездегі орталығымның атын жаңа әуен деп қоюдағы мақсатта сол қазақтың ескі әуендерін қазіргі заманауи форматқа түсіріп, әрлеп, өңдеп, сондай бүкіл халық естейтін, тек қана біздің қазақ халқы емес, басқа да ұлттар ести алатын сондай бір деңгейге жеткізсем деген мақсатты қойып, сосын жұмысқа жаңа әуен деп орталығымыздың атын қойып жұмысқа кірісіп кеткенбіз. Иә, сол жаңа өзіңіз айтқан жаңа әуен компанияңыз, ол жыл Шыңжаң қазақтары мен Атамекен Қазақстанның мәдениетін қайта қауыштырып, екі ел арасында алтын көпір болды. Яғни оны қалай істедіңіз десеңіз, жаңағы Қазақстанның әншілерін, жыршыларын, ақындарын, ең жаңағы әншілерін шақырып, бір-бірінің мәдениет алмасу жүрді. Осы жолда сіз кедергілер, ауыртпашылықтар пайда болды ма? Негізі не үшін сіз осы әншілерді, не үшін осы идеяңызды бастадыңыз? Бұл мен жаңа әуен деп орталықты ашқаннан кейін жаңа әуен орталығының мақсаты басында жаңа аудиокассеталар мен видеокассеталар, сосын DVD, CD өнімдерін өндіру мен сату болса, кейін біздің жаңа әуен орталығының және бір содан ілгерілеген түрде қосымша мақсаты оның шоу-бизнеске қарай бет алу болды. Біз сол кейін 2000 жылдың басынан бастап мен жаңа әуенді тек қана магазин, дүкен ретінде емес, оны арнаулы шоу-бизнеспен айналысатын орталыққа, компанияға айналдырдым. Сонда шоу-бизнестің мақсаты не? Шоу-бизнестің мақсаты негізі ол тек қана жаңағы өнімдерді өндіру емес, ол ұйымдастыру, ол продюсерлік жұмыстарды жасау, ел ішіндегі өнерпаздарды халықтың алдына алып шығу. Ал енді сонымен бірге шетелден де халық жақсы көретін өнерпаздарды әкеліп, жаңағы бизнес сипатындағы жұмыс жасау. Оның сол арқылы қайту, компания сол арқылы пайда табу, ақша табу, табыс табу. Енді бизнес деген, шоу бизнес деген, бизнестің өзінің мақсаты не? Бизнестің мақсаты пайда табу. Біз әрине біз Қазақстаннан жаңағы әншілерді, ақындарды және басқа өнерпаздарды шақырып, Шыңжаңда Қытай қазақтарына көрсетіп, концерттер қойып, сол арқылы жұмыс жасауымыз біздің ең бірінші мақсат біздің шоу-бизнестің тұрғыда болды. Енді оның біз сол жұмыстарды сәтті жүргізуіміз соңында Қазақстанның мәдениетінің Шыңжаң қазақтарына болған жақсы әсерін, ықпалын қалыптастырды. Демек, Қытай мен Қазақстан арасындағы мәдениет алмасты. Біз соның алтын көпірі болып қалдық. Енді бұл жерде және бір нәрсені айта кету керек. Егер кез келген бизнесті жақсы істесеңіз, ол тек сіз өзіңізге ғана емес, өзгеге де бүкіл халыққа да пайдалы болады.
Менің істеген жұмысым сол кезде тек қана өзіме ғана пайда келген жоқ, соңында нәтижелі істеген жұмыс бүкіл халыққа пайдалы болды. Әрине дұрыстасыз. Ол халық сол өнермен, сол рухани нәрмен сусындады сол арқылы. Енді жаңағы мақсат кедергі десең, бұл жерде әрине ол кезде өте жағдай өте жақсы болған. Жақсы болды. Үлкен жағынан саясаттық, заңдық үлкен кедергі болған жоқ ол кезде, бірақ бізде әрине қаржылық қиыншылықтар болды. Соның барлығына шыдадық. Сонымен сөйтіп енді ол ең баста біз оны ұйымдастыру, анау-мынау оның тәжірибемізде жоқ. Сол тәжірибелерді өзіміз қолдан жасап, бірте-бірте көрген білгендерден ойымызбен оқып тоқып жүріп, сол концерттерді, сол үлкен іс-шараларды ұйымдастырдық. Енді ұсақ-түйек кедергі деген кез келген бизнесте болады, бірақ соңғы біздің алғашқы кезімізде сондай бір мамыражай бір жақсы кездер болды. Ол кезде ешқандай кедергі болды деп айта алмаймын. Бірақ соңғы кездерде әрине жағдай өзгерді. Қытайдың саясаттық жағдайда, жалпы оның саяси экономикалық ортасы бұрынғыдан қарағанда басқаша күйге енді. Мүлдем өзгерді. Сол арқылы соңында біз оны жалғасты алып баруға да мүмкіндік болмайтын жағдай болып қалды. Енді ол кедергілерді айтсақ сөз көп әлі. Әрине. Рұқсат берсеңіз, сіз бізге жаңағы Музарт тобын шақырдыңыз, дұрыс па? Сол Музарт тобын шақырған кездегі бір сол кезеңді сипаттап бере аласыз ба? Мысалы, қалай шақырдыңыз, қандай бір қызық жағдайлар болды ма? Музарт тобынан басқа қандай топтарды шақырдыңыз? Енді Музарт тобын біз 2003 жылы Музарт тобының құрылуына 2 жыл болған кезде шақырдық. Алтынбек Қоразбаев бастап келді. Сонда Музарт тобын Қытайдағы Шинжаң қазақтарына таныстыруда біз алғашында оның кассеталарымен таныстырдық, оның әндерімен таныстырдық Қытай қазақтарын. Сол арқылы жарнамасы өте толыққанды жүрілді жарнамасы. Сонымен 2003 жылы бізге сол Үрімжіге келді. Үрімжіге келіп концерт қойылды. Концерт қойылғанда енді ол кездегі халықтың ықыласы енді сұмдық болды, керемет болды. Үрімшінің өзінде 2 концерт қойылды. 3000 адамдық концерттік залға 2 концерт қойылды. Енді одан басқа да басқа қалаларға қойылды. Қарамай қаласы, Құлжа қаласына 3 концерт қойылды. Қарамай қаласында 2 концерт болды. Сонымен жалпы сонда 10 концерт қойылды. Үлкен қалаларға ғана қойылды. Басқа қалаларға, аудандарға қойылған жоқ. Ал енді сол кез біздің ең алғашқы біздің шоу-бизнестегі бірінші ашылған біздің пердеміз деп айтуға болады жұмысымыздың. Бірақ ол өте нәтижелі, өте сапалы жұмыс болды. Ол өйткені тиянақты дайындықтың арқасы. Ол кездегенде қызықтар дейтін болса, әрине айтатын болсақ, ол адамдардың ықыласының артқаны соншылық, концерт залда жаңағы ине шаншыр жер жоқ. Енді оның сыртында ол кезде жастардың сол Музарт тобына болған қызығушылығы, әуесі, ол енді ерекше, оны тілмен жеткізу қиындау. Музарт тобының өзі де қайран қалдық. Біз Қазақстанда бұндай қарсылауға ие болып көрген жоқпыз. Мына қандай керемет жағдай деп ризашылығын олар да өз соңында тілмен жеткізе алмай қалды. Әуелі бұл соңында басқа ұлттардың да несін қозғады. Ой, бұл не деген, қазақтан да осындай жұлдыздар бар екен ғой деп. Енді ең қызығы оның ішінде қытайша оқып жатқан қазақ балалар, сонда
олардың назарында қазақта жұлдыз жоқ деп ойлап жүрген ғой. Онда Қытай әншілерін естіп жүрген. Қытай әншілерін ғана естіп жүрген, жұлдыз Қытай әншілері ғана деп ойлап жүрген. Сонда Музарт тобының олар көргеннен кейін, біздің де өзіміздің ұлтта да жұлдыздар бар екен ғой, керемет әншілер бар екен ғой деп, олардың қазақи қаны бойында қайтадан қайнады да, олар қазақша үйренуге, Қазақстаннан оқуға, жалпы сол кезде оқып жатқан жаңа бастауыштың сыныптың балалары, бүкіл орта мектептің балалары Қазақстанға деген аңсары содан бастап ауды. Қазақстанға содан бастап 2000 жылдың сол 2003 жылдан кейін жас оқушылар оқуға жаппай келе бастады. Бұл енді жаңағы шоу-бизнестің тек қана белгілі бір табыс әкелетін компанияның ғана жұмысы емес, бұл соңында жаңағы идеологияға апарып соғатын оның әсері. Репрезентацияның маңыздылығы дейді ғой. Маңыздылығы. Сол үшін бұл жерде қайту керек, бұл жерде жалпы Музарт тобының әсері қазақ жастарының жаппай Қазақстанға көшуіне әкелді деп айтуға болады. Дұрыс айтасыз. Осы естуімше емес, негізінен растады ғой, бұл 2000 жылдардың басында болсын, 1990 жылдар мен 2000 жылдардың аралығында жалпы бейнебаян түсіру ол қазақ өнер адамдарына мүлде тосым ұғым болған. Сол кезде сіз жаңа Шыңжандағы қазақ әншілеріне, қазақ өнерпаздарына сіз өз қаражатыңыздан бейнебаяндар түсіріп, олардың шығармашылығына жаңа серпін бердіңіз. Сол туралы бір айта кетесіз бе? Мүмкін бір жайттар бар шығар, бір айтуға жетті деп ойлайтын. Бұның басы былай басталды. Негізі 99 жылы Шинжаң телевизиясында ғасыр тоғысындағы кеңес дейтін бір үлкен жиналыс болды. Сол кезде Шинжаң телевизиясының бастығы, қазақ арнасының бастығы Қанат Ережеп ұлы сонда арнаулы осы кеңесті шақырды. Кеңесті шақырғаннан кейін өнер саласындағы, мәдениет саласындағы барлық адамдар осыған қатысып, өзінің бұдан кейінгі Шинжаң телевизиясындағы өнерді қалай дамыту керек, Шинжаң телевизиясын қалай тіпті өркендету керек деген бір сондай бір еркін тақырыптағы бір жақсы жиналыс болды. Сонда мен айттым, Шинжаң телевизиясында жалпы концерттік бағдарлама өнер тақырыбында өте аз сондай номерлер. Сол үшін қайту керек, соны көбейтсе тіпті дұрыс болар еді. Қазір енді халық соған сусап отыр деп айтқан кезде, сол кісі айтты, бізде енді оған бөлінген арнаулы қаражат жоқ. Сол үшін біз енді оны ойымызда бар, бірақ дамыта алмай отырмыз дегенде, сонда мен айттым, онда біз екі жақ бірлесейік, онда ақшаны мен шығарайын, онда жұмысты сіздер істеңіздер, сонымен ары қарай екі жақ бірлесіп сондай бір жұмыс жасайық деп. Ол ойың дұрыс деді. Сосын Шинжаң телевизиясының әдебиет көркемөнер бөлімі дейді. Сонда сонымен бірлестік та, сонда Өкіл үміт деген арнаулы бір айдар аштық. Айдар ашып, сол Өкіл үміттен бастап Шинжаң телевизиясының жаңа кәсіптік нелері, түсірушілері, сол біздің әнді мен дайындайтын болдым. Ал енді бейнебаянды Шинжаң телевизиясының кәсіптік түсірушілері түсіретін болды. Сөйтіп екі жақ бірлесіп сонда Өкіл үміт деген айдар аштық та, содан бастап бізде ең алғашқы сол 2000 жылдан бастап Шинжаң қазақтарында жаңағы бейнебаян қалыптасты. Ол сол менің идеяммен Шинжаң телевизиясы Жаңаөзеннің екеуінің бірлескен жұмысының нәтижесі. Енді ол бірте-бірте кейін жеке әншілерге түсіруге, жеке компаниялардың айналысуына сол түрткі болып, содан бастау алды.
міне енді себебі не дегенде өз бұл жердегі нәрсе бірінші ол кезде Шинжаң телевизиясы мен үкіметтің бірлесіп жұмыс жасауындағы мақсат не? Әрине біз өзіміздің компанияның жарнамасын жасау сол арқылы. Енді және бір маңызды нәрсе, біз сол осындай істеліп көрмеген нәрсені сол бір бостықты толтыру. Ал енді ол кезде біз 2000 жылдары әрине біз Қазақстаннан түсірілген бейнебаянды, Өзбекстанда түсірілген бейнебаяндарды көрдік, шетелде түсірілген бейнебаяндарды көрдік. Бірақ біздің Шинжаң қазақтарында ол кезде жоқ еді. Біз сол бостықты, менің мақсатым сол бостықты толтырып, сол арқылы біздің көрермендерді, халықты сол өнермен сусындату мақсат болды. Сонымен сол бейнебаяндар түсірілді. Керемет. Жалпы тағы сұрайын дегенім, сол кезеңде Қара Жорға биінің бейнебаяны жарық көре бастады. Ол үлкен кішіге ортақ сүйікті би мен әнге айналып, тіпті Қазақстанға дейін тарай бастады. Осы орайда Қара Жорға биінің шығу төркіні жайында айтып берсеңіз, бұл расымен де қазақтың биі ме? Жақсы, сұрағыңа рахмет. Бұл Қара Жорға тақырыбы үлкен тақырып. Осы Қазақстанда керек болса басқа елдерде де, Қырғызстанда да, Моңғолияда да барлықта бір кішкене талас тудырып жатқан тақырып. Бірақ бұл таласатын ештемесі жоқ. Бұл Қара Жорға ежелден тартып, ол қазақтың биі. Ол бір. Оған арнаулы зерттеу мақалалары да жазылды. Ол жөнінде қаншама видеолар түсірілді, бейнебаяндар түсірілді, ол жөнінде сахналық қойылымдар түсірілді. Оның Қара Жорғаның қазақтың би екендігіне ешқандай дау жоқ. Бұл жерде менің айтайын дегенім, бұнда Қара Жорға неге қазақтың бір өңірінде бар, бір өңірінде жоқ деген сұрақ туады. Бір өңірі біледі, бір өңірі білмейді. Енді қазақтың әрбір мәдениеті бүкіл барлық қазаққа ортақ емес. Бұл өңірлік мәдениет деп қалыптасуға болады. Мысалы, Наурыздағы көрісу деген мәдениет шығыс қазақтарында жоқ. Ал енді батыс қазақтарында көрісу деген мәдениет бар. Сол сияқты бізде Қара Жорғаның өзі шығыс қазақтарында бар, батыс қазақтарында жоқ болуы мүмкін. Сондықтан ол білмейді. Ал енді бұл бір жақта жоқ болса, ол мүлдем бұл қазақта жоқ деп айту, бұл надандық. Бұл көптеген осы біраз жаңағы өнер адамдары сондай сұхбат беріп, бұл қайдан келген індет деп сол сияқты бір адамның бір құсқысын келтіретін бір әңгімелерді айтты. Демек ол өзінің надандығы ол. Өйткені өзінде жоқ болған нәрсе басқа қазақта жоқ деп айту мүмкін емес. Алтай мен Атыраудың арасы 3000 километр жатқан үлкен алып, бұл ұлан-ғайыр жер. Енді 3000 километрдің арасында кез келген ұқсамаған мәдениет болуы ғажап емес. Ал солтүстігі мен оңтүстігінің өзі қанша километр жатыр әзір. Сол үшін бұл жерде қазақ мәдениеті деген нәрсе барлық осы ұлан-ғайыр өлкеде жатқан бір тұтас бір ғана мәдениет емес, оның сан салалы мәдениет. Сол Қара Жорғаның өзі сол сан салалы алуан түрлі мәдениеттің бір бөлегі. Ал шығыс қазақтары қазақ, батыс қазақтары қазақ емес, оңтүстіктің қазағы қазақ, солтүстіктің қазағы қазақ емес деген сөз емес. Бәрібір қазақ. Тек қана оның жаңағы руына, еліне, тұрған жеріне қарай оның мәдениетінің алуан түрлі болуы заңды құбылыс. Сол үшін бұған жаңағы Қара Жорға қазақтық емес, бұл моңғолдікі деген сөздің бәрі бұл дұрыс сөз емес, бұл білместік. Ал енді моңғолда да, қырғызда да бұл барлығы көшпенді ұлт.
көшпенді ұлт болғаннан кейін оларда да ортақ соған қаражорғаға ұқсайтын өздерінің биі бар. Әрине ол бір ұлт болғаннан кейін оны біз ешкімге теріске шығармаймыз, ода би жоқ деп айта алмаймыз. Әрине оның өзінің де биі бар. Бірақ біздің артықшылығымыз не? Біздің артықшылығымыз сол биді қазіргі заманауи деңгейге келтіріп, бұрын жаңағы күймен қанатын тыңқылдаған күймен қанатын болатын болса, онда менің қосқан үлесімне оны мен әнге айналдырдым. Жаңа стильде аранжировка жасадым, оған бейнебаян түсірдім. Сонымен оны жоғары деңгейге көтердім. Сол жоғары деңгейге көтергеннен кейін бұл сол арқылы таласқа түсіп кетті. Негізі онсыз да бұрын бұны ешкім таласпай жүрген, соңында бұл деңгейге көтеріліп, бүкіл тек қана Қазақстан емес, Еуропаның қазақтары, бүкіл осы әлемдегі көшпенді ұлттардың бір қызығып қарайтын, оны және де өзінің бие етіп, өзінің той томылағында, мереке мейрамында билейтін сондай бір биге айналды. Соның нәтижесі бұл жаңағы адамдарда кейде қабылдай алмайтын деңгейге жетті да, бұл қайдан келген? Енді көптеген бұл жерде мұнда Қазақстанда продюсер болып жүрген неше жылдан бері бәлен жыл продюсерлік жұмыс істеп жүрген, бірақ продюсерлік жұмыстардың барлығы айтады, олар белгілі уақытқа барады да сол шектеліп тоқтап қалады. Бірақ менің Қаражорға жобам, ол менің өзімнің авторлық жобам. Яғни ол жерде ән жаздық, бейнебаян түсірдік, ол мен продюсер ретінде, мен де продюсермін ғой енді әрине. Ол менің авторлық жобам. Ол ешқашан өлмейтін жоба болды қазір. Біздің кез келген наурызда барлығында биленеді, ал енді басқа продюсермен көкірегін қағып жүргендердің жобасы қалып кетеді. Сонда кейде жаңағы Қаражорғаның алдында қызғанып кететін себебі де сол. Жоқ, мынау Қаражорғаны жаңағы сыртқа теуіп, бұл басқаныкі, біздікі емес деп. Ол жеке қызғанушылық. Бұл тек қана бір біздің жалпы қазақтардың позициясы емес, бұл жеке адамдардың қызғанушылығы деп есептеймін. Қаражорғаға ешкімнің таласы жоқ, ол қазақтың, бүкіл әлем мойындайды. Бүкіл әлем мойындаған қазақтың биі. Керек болса, біріккен ұлттар ұйымында арнаулы 2008 жылдан бастап біріккен ұлттар ұйымында тіркеуде тұр қазақтың биі деп. Ал біздің Қаражорғаның әнінің сөзі, әні Қазақстан авторлық қоғамында менің атымда тіркеулі тұр, Қытай авторлық қоғамында менің атымда тіркеулі тұр, Ербосын Нұрмұханұлы деп. Сондықтан оған ешкімнің таласы жоқ. Қаражорға қазақтың биі, Қаражорға әні қазақтың әні. Сондай нүктені осы жерге осындай қою керек. Жақсы, көп рахмет, өте көп рахмет. Осы жалпы Қаражорға сұрағым мені қатты қызықтырып жүреді, себебі қашанда болмасын әлеуметтік желілерге қарайтын болсақ, көбісі тіпті қазақ халқының өзі, кейбір қазақ халқының өзі Қаражорға біздікі емес деп те айтып жатады. Сөйтіп осы сұрақтың ашып түсіндіріп берген үшін көп рахмет. Жақсы, рахмет. Енді сізге жеке сұрақ қойсам, осы Қазақстанға келгелі бері сіз тек қана мәдени салаға үлес қоспай, өзіңіздің жалпы кітаптарыңызды, мақалалар жариялап жүрдіңіз. Сөйтіп сол мақалалар, еңбегіңіз туралы айтып жіберсеңіз, сол негізгі мақсаттары қандай, және де көтерген тақырыптарыңызды айтып жіберсеңіз. Мен Қазақстанға келгеннен кейін негізі продюсерлік жұмысты тоқтаттым да, бұрынғы айналысып жүрген продюсерлік жұмысты тоқтаттым да, мен негізі осы не саласында, экономика, саяси, әлеуметтік тақырыпта біраз мақалалар жаздым. Неге деген сұрақ болса, негізі мен мамандығым бойынша экономистпін. 91 жылы мен Нанкай университетінің бірінші курсында оқып жатқан кезде, сол кезде біз Алау деген қазақ тіліндегі тұңғыш экономикалық газет шығардық.
енді ол кезде өзіміз студенттер өз қаражатымызбен жаңағы копиялап қолмен ресми бүйтіп жазып шығып сондай бір алау дейтін тұңғыш рет қазақ тіліндегі экономикалық газет шығардым. Сонда мен бас редактор болдым. Сосын ол кезде тура 19 менде сол 19-20 жас кезім. Сонда мақала жаздым. Сосын басқа қазақ тіліндегі мақала жазатындардың Шинжаң университетінде оқып жатқан магистраттың турада оқып жатқан, сосын басқа осы экономика саласынан білетіндердің мақалаларын жинап реттеп, сосын кейбіреуін аударып сөйтіп бірінші санын шығардық. Ептеп екінші санын да шығардық. Сосын соңында не болды? Біздің ол кезде студент қой, енді қаражатымыз жоқ. Екі газетке өзім 2 мақала жаздым. Сонымен сол газетіміз сол беті жабылды. Сол 91 жылы. 91 университеттің қабырғасында жүргенде. Сонда мен университетте оқып жүргенде армандайтынмын. Кейін болашақта мен мүмкін мұғалім болатын шығармын. Бір профессор болатын шығармын, осы мақалалар жазатын шығармын деп. Бірақ ойлаған ойды қышаған жағдай біледі. Неде 95 жылы мен нені бітіргеннен кейін, университетті бітіргеннен кейін, мен ондай мұғалім болатын мүмкіндік болмады. Қай жерден орын табылса сол жерден жұмыс істеу болды да, менің тағдырым 180 градус бұрылды да, ойым бизнесмен болып кеттім мен. Жаңа сауда кетті. Өйткені ұлттық компанияға орналасып қалдым да, мен жаңа университетке орналаса алмадым. Сосын мен бизнесмен болдым. Ал енді бір елден бір елге көшіп келдік қой. 2014 көшіп келгенде менде ой болды. Енді мен мына екінші шыт жаңа өмірімді қайта бастайын деген ойға келдім да. Сонда мен Жарқынбек деген бір тілші жігіт бар еді, соған сол жігітке сұхбат беріптім. Мен енді елге келіп жатырмын. Енді мен өзімнің мамандығым бойынша мақалалар жазамын. Жалпы осы экономикасын, саяси, әлеуметтік тақырыпта әлде өзімнің жиған тергенімді, түйгенімді жазып өз оқырмандарыма, халыққа көрсетемін деп. Енді сол айтқаныма жеттім. Мен сол неден бастап 15 жылдан бастап дайындалдым. Соған дайындалып өз Facebook, ана жан жақтатын нелер. Өйткені мен Қытайша университетте Қытайша оқыдым ғой. Сондықтан менің қазақ тілінде керемет емес. Сол үшін соған дайындалып 2019 жылы менің тұңғыш мақалам жарық көрді Абай кезетте. Содан кейін ол бірте-бірте басқа газеттерде жарық көрді экономика тақырыбында. Әуелі ең соңында Астана ақшамының тұрақты қаламгері болдым, жазып мақала жазып беретін. Сосын ең жоғары басылым Қазақстандағы Егемен Қазақстан. Егемен Қазақстанға менің 2 мақалам шықты, бір емес. Біреуі мемлекеттік сатып алу, шағын орта бизнесті дамыту факторы деген бір мақалам шықты. Сосын және атом электростанциясы бізге қажет пе деген. Атом электростанциясы бізге қажет пе деген мақалам Егемен Қазақстанда 20 000 көрілім жинаған. Ол Егемен Қазақстандағы рекорд болған. 20 000 көрілім. Енді ол Егемен Қазақстанда бұрын соңды ондай көрілім жинаған мақала жоқ сияқты. Қарасам арақтардың, берақтардың 20 000 көрілім жинаған мақала жоқ сияқты. Демек, бұл менің нәтижем. Мен өзіме мақсатқа нені алдым, соны орындадым. Ең бастысы мен өзімді дәлелдегім келді. Өзім не ойласам, сол арманыма жеткім келді. Бізде қазақта айтады ғой, арманың алдамайды деп. Сол сияқты менің арманым сол кезде анау университет қабырғасында оқып жүргендегі арманым қалам тербеп, мақала жазып, сондай бір керемет бір профессор болудың арманым еді. Бірақ оған профессор болу арманыма жетпесем де, бірақ сол бір
2-3 жылдың ішінде 50 мақала жаздым, бір кітап қылып шығардым. Оның сыртында жазған нелерім бар, посттарым бар, сапалы соларды жинап бір кітап шығардым. Енді жаңағы сол профессор бола алмасам да өзімнің еңбегімді шығарып дәлелдеп бір кітап қылып шығарып осы экономика саяси тақырыпта әжептәуір басқаларға ықпал ететіндей мақалаларды бере алдым. Соның өзі мен үшін айтқанда ол үлкен нәтиже деп есептеймін. Менің мақалаларымнан президент Тоқаевтың өзі соны цитат алып сол өзінің жолдауында айтты. Енді әрине менің атымды атамаса да сол менің не жазғанымды соны атап тұр. Ал енді сол менің мақалаларымнан цитат алып министрлер сөйлеп жатыр. Енді оның өзі мен үшін айтқанда зор нәтиже деп есептеймін. Демек не ойладым, сол арманыма жеттім. Сол. Жақсы, рахмет. Менің келесі сұрағым, Қытайдағы қазақтардың ұлттық мәдениеті, ұлттық сезімі жоғалып бара жатыр дейді. Сіз ол туралы не деп ойлайсыз? Енді әрине Қытай қазақтарындағы қазір мектеп жабылды. Мектеп жабылғаннан кейін тіл жоғалады. Тіл жоғалғаннан кейін мәдениет жоғалады. Ол табиғи құбылыс. Енді бұған ешкім тосқауыл бола алмайды деп ойлаймын. Бұны құтқаруда мүмкін емес ары қарай. Өйткені мемлекет сенің мемлекетің емес. Қазақтың бірден бір отаны кім? Қазақстан. Қытай әрине қазақтың туған жерде қаншама 2 миллион қазақ өмір сүріп жатыр. Бірақ ол әрине ол қазақтың сол жердегі қазақтың туған жері болғанмен ол 300 жыл бойы өзінің туған жері емес дейсіз ғой. Қазақтың шаңырағы емес ол. Қазақтың мәдениеті тек қана қазақ шаңырағында ғана өркендеп өсе алады. Басқа елде ешқашан өркендеп өсе алмайды. Ол Қытай қазақтарындағы мәдениеттің жоғалуы, өркениеттің сол осы үрдіспен ары қарай кетуі ол табиғи құбылыс. Бұны ешкім бұған тосқауыл бола алмайды. Әр ұлт өзінің билік кімде болса, сол ұлт өзінің үстемдігін жүргізеді. Біздің енді Қытай қазақтарында қаншама асыл мәдениеттер қалды, солар қалды. Тек қана енді сол мәдениеттерді қалған мұра өркениетті жоғалтпай жазылған жазбалар қаншама басылымдар бар, соларды шашпай, төкпей, жоғалтпай, күйдірмей, ары қарай құрып кеткізбей қазақ еліне әкеп, осы қазақтың өркениетінің бір бөлігі ете алсақ, соның өзі біз үшін айтқанда үлкен нәтиже, үлкен мәртебе. Сол үшін Қытай қазақтарының мәдениеті жоғалып барады, оны енді қалай құтқарамыз деп айту менше оған дауа жоқ. Оған ем қонбайтын ауру. Тек қайту керек, егер қазақ болғың келсе, онда Қытайдың қазақтары Қазақстанға келді, қазақ болып ұрпағыңды өсіріп, Қазақстанның осы шаңырағында қазақ өркениетін, қазақ мәдениетін, қазақ елінің дамуына, өзіңнің дамуыңа, ұрпағының өсуіне үлес қос деп соны айтқым келеді. Иә, дұрыстасыз. Онда осы келесі емес, негізінен соңғы сұрағымды қояйын сізге. Сіздің алдағы шығармашылық және жалпы пландарыңыз қандай? Мүмкін қоғамдық жоспарларыңыз бар шығар. Енді бұл жерде былай ғой. Мен кәсіпкермін бірінші. Бірінші кәсіпкермін. Екінші, мен жаңағы экономистпін. Сосын саяси әлеуметтік тақырыпта мақалалар жазам. Сол үшін бірінші кәсіпкер болғаннан кейін менің кәсібім маңызды.
нені бірінші орынға қойсаң сол маңызды. Біз енді қазір мен осы Астанада Қазсаунд деген орталық бар. Дыбыс аппараттары, музыкальный аппараттар, жарық сол ашатын тек қана біздің Астанада емес, сол біз Қазсаунд жалпы сет Қазсаунд Астана, Алматы, Шымкент 3 қалада магазиніміз бар. Сол магазиндерімізді қазір дамытудамыз. Енді оның сыртында қазір енді осы біздің мен әр жолы тікелей эфирге шыққан сайын, әр жолы әлеуметтік желіде болған сайын біздің менің сол бұрынғы оқырмандарым, көрермендерім, менің жанкүйерлерім ұсыныс жасап жатады. Жаңа әуенді қайта құруыңыз керек еді. Жаңа әуен қазақ өнеріндегі бір керемет бір құбылыс еді. Соны қайтадан жаңғыртсаңыз деген ұсыныстар болып жатыр. Енді сол ұсыныстардың нәтижесінде осы жақында бірнеше жерге концерт қойдық, бірнеше өнерпаздармен бірлесіп. Мүмкін сол жаңа әуенді Қазақстанда қайта жаңғыртамыз деген жоспарымыз бар. Мүмкін сол қадамға барамыз. Енді одан арғай және не болады, оны көреміз. Экономика саясатына әлеуметтік тақырыпта арнаулы мен бір не қойып отырмын әзір. Видео студия болғанда енді шағын өзіме лайық не жасап жатырмын. Сонда өзімнің білген түйгеніммен бөлісіп сол тақырыпта мен сөйлеймін. Мен енді онсыз да Атамекен бизнес арнасының экономикалық шолушысымын. Енді ашық алаңда болам, хабар телеарнасының да болам. Енді соларды да ол жерде өте қысқа ғой, енді онда бір жарты сағаттық нелер болады, онда ойыңды айтып үлгермейсің. 1 минут, 2 минут қана бір ары кетсе бір 3 минут сөйлей аласың, 3 минутта ештеме нәтиже шықпайды. Сол үшін мен өзім студиямды дайындап алып, емін-еркін ойыма алғандарымның барлығын сонда сөйлеп, сонымен бірге осы менің жұмысыма қызығатын, сонымен бірге жалпы қазақ өнерінде жүрген және өнерпаздарды студияма әкеп, соларды сұхбат алам, соларды таныстырам, соларды ары қарай жетектеймін деген сондай ойдамын. Енді алда жүре көреміз. Жақсы, онда Ербосын аға, көп рахмет сізге. Сізге сәттілік тілейміз өзіңіздің пландарыңызға. Көп рахмет. Жақсы, рахмет.